яғни біз өткен тақырыпты бір қайталап өтетін болсақ, бізде қатынас деген тақырыптан басталды. Қатынас деген не еді? Екі санның бөлінісін біз қатынас деп атайтын. Мысалы, 7-нің 5-ке қатынасы деген сияқты. Яғни қатынас дегеніміз бізде не еді? Бөлім дегенді білдіреді. Осы қатынастың теңдігі бізде пропорция деп аталады. Мысалы, А-ның Б-ға қатынасы және С-ның Д-ға қатынасы. Яғни осы екі теңдіктің екі қатынастың теңдігі бізде не деп аталады? Пропорция деп аталады. Енді пропорцияның негізгі қасиетіне келіп тоқталатын болсақ, бізде А-ны Б-ға көбейтуге болады. Яғни осы екеуінің көбейтісі бізде нені білдіреді? Екеуінің теңдігін білдіреді. Яғни жазамыз, А көбейту Д тең болады Б көбейту С. Осыдан келіп туындайтын негізгі бізде шарт, егер А белгісіз жағдай болатын болса, онда біз Б-ны көбейтеміз, С-ға бөлеміз Д-ға. Ал егер бізде Д белгісіз болатын болса, онда біз жазамыз Д тең Б көбейту С бөлінген А болады. Ал біздің жағдайымызда Б белгісіз болатын болса, онда біз Б-ны қалай таба аламыз? Қалай шығара аламыз? А-ны көбейтеміз Д-ға бөлеміз С-ға. Егер С белгісіз болатын болса, онда біз не істейміз? А-ны көбейтеміз Д-ға бөлеміз Б-ға. Енді есеп шығару барысында қанекей біздің кітаптан, оқулықтан тапсырмаға шығарайық. Мысалға, 75-ші тапсырма. Мысалға, бізге былайдан беріп тұр. 75-ші тапсырмада біріншісін жазып аламыз. Яғни X бөлінген 20, дұрыс па? Тең болады 2-нің 5-ке қатынасы. Яғни, егер кім қатынасатын болса, оны былайда жазуға болады. X бөлінген 20 тең болады 2-ден 5. Көп тұрды? Яғни, X пен 5-ті көбейтуге болады, 2 мен 20-ны көбейтуге болады. Сондай 5 көбейту X тең болады 20 көбейту 5. Мұндағы X-ті табу үшін біз не істей аламыз? 20-ны көбейтеміз 5-ке, бөлеміз 5-ке. Енді 20 мен 5-іміз бізде не істейді? Қысқарады, мына жерде 1, мына жерде 2. Тең болады 8-ге. Енді есеп шығару барысында қанекей қолданып көрейік. Тақтаны өлшейік. Асан тақта ашамыз. Екінші тақтаға. Екінші тақтаға. Three, two, one, watch me. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up.